күні Сайрагүлдің шекараны бұзып өткен күні, яғни 2018 жылы сәуірдің 5 күні Батыр қазақ қыздарының күні деп. Батыр қазақ қыздарының күні. Қазақтың батыр қыздарының мерекесі деп, соны мереке қылып өткізді. Оны өкімет мойындасын, мойындамасын, біз халықтық мереке қылып жіберу керекпіз. Дұрыс. 5 сәуір келістік қой. 2019-дың 5 сәуір осы мерекенің 1-ші жылдығын тойлаймыз. Қазір халықтың арасында бір қоғамдық пікір жылда талқыланады 8 наурыздың кезінде. Осы 8 наурыз деген мереке керек па деген сияқты. Ол анау кеңестік кезеңнен қалған мереке деп көп адам осы 8 наурызды тойлауға қарсылық білдіріп жүр. Сондықтан енді осы орайда бізге бәрібір әйелдерге бір мереке керек. Онда 5 сәуір. 8 наурыз болмаса онда 5 сәуір. Бірақ біз тойлауымыз керек. Біз тойлауымыз. Себебі бұл тек қана бір қазақтың қызының батырлығы емес, бұл құлдықтан азаттыққа, қысымнан еркіндікке, фашистік режимнен демократиялық елге деген азаттыққа деген ұмтылыс. Сондықтан бұл кәдімгідей өте үлкен символдық мәнге бар мереке. Бұл бір нәрсені білдіреді. Бұл мерекенің мәні Қазақстанда біріншісі демократия бар екендігінің белгісі. Егер Қазақстанда демократия болмаса, Сайрагүл қашып келмес еді. Екіншісі бізде дінге, тілге, адамша өмір сүруге мемлекетте Қытаймен салыстырғанда бізде онымен миллион есе артық еркіндік бар екендігінің дәлелі. Яғни бұны біз фашизмнен азаттыққа, құлдықтан азаттыққа, қараңғылықтан жарыққа деген қазақ қыздарының ұмтылысы, тұтас қазақ халқының ұмтылысы деп 2019 жылдың